Сәлеметсіздер ме, балалар? Ертегі әлеміне саяхат жасағыларыңыз келе ме? Онда менің сиқырлы сандығымның көмегі қажет. Сәлемет па, сиқырлы сандығым? Рахмет саған, сандығым. Ертеде Ақымақ аю. Бір аю түсінде 3 кесек майлы ет көріпті. Ертесінде аю түсінде көрген етті іздеуге шығып, келе жатып бір лаққа кезігеді. Лақ аюдан қашып құтыла алмасын білетті, басын иіп, оған тағзым етеді. Сөйтсе аю, сен мені танисың ба депті. Танығанда қандай мәртебелім, мен сіздің асыл текті әкеңіздің сарайында әнші болдым депті. Солай ма? Онда маған бір ән айтып берші депті. Мә, құтқарыңдар, мә деп. Лақтың маңыраған даусын қойшы естіп қалады да, иттерін ертіп жетіп келеді. Қойшы аюды сойылдың астына алып, онымен қоймай иттеріне талатады. Тағы келе жатса, алдынан 2 қой кезігеді. Қане бері келіңдер, мен сендерді жеймін дейді. Әрине, мәртебелім, сізге тамақ болудан асқан қуаныш бар ма? Рұқсат етсеңіз, біз сәл-пәл мүйіздесіп шайқасып алайық. Жеңгенімізді алдымен жеңіз дейді. Жарайды деп аю келісіпті. 2 қой аюды төрешетіп алады да 50 қадамдай шегініп барып, қайта жүгіріп қаннен қаперсіз отырған аюды бар пәрмендерімен бүйірінен сүзіп кеп қалады. Аю қалпақтай ұшады. Бір кезде есін жиып жан жағына қараса, қойлар кетіп қалыпты. Аю ағаштың түбінде сәл тынығып алып, қайтадан жолға шығады. Біраздан соң жапан түзде жайылып жүрген жалғыз түйені көреді. Әй түйе, мен сені түсімде көрдім, енді сені жеуім керек дейді. О, мәртебелі тақсыр, сіз екенсіз ғой, дейді. Сөйтсе аю, сен мені қайдан білесің депті. Сізді кім білмейді, мен сіздің әкеңіздің шабарманы болғам, қазірде сізге хат әкеле жатырмын дейді. Қайда оның депті. Ол менің табанымның астында дейді түйе. Аю түйенің табанынан хат оқымақ болып отыра кетеді. Осы кезде түйе аюды кеудесінен теуіп, 10 қадамдай жерге бір-ақ шырыпты. Аю есінен танып ұзақ жатады. Тек кеш батарда есін жиып, қателігін түсініп, қорбаңдап, жөніне кетіпті. Түстің бәрі орындала бермейді деген осы екен ау. Бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Келесі ертегі әлемінде жолыққанша аман болыңыздар, балапандарым. Рахмет саған, сиқырлы сандықша.